Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен сүзбелі ватрушки рецептімен бөліскім келеді. Өте нәзік, жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жылы сүтімізге ашытқымызды, шекерімізді саламыз және шым-шым тұзымызды. Енді осы массаға 4 қасық ұн саламыз. Жақсылап араластырып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне ашытқымыз жақсы көтерілді. Енді осыған бір жұмыртқа, сұйық майымызды құйып, ұнымызды саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Енді салмасын әзірлейтін боламыз. 400 грамм ірімшікке 1 жұмыртқаның сарысын, шекерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді 2 ас қасық қаймағымызды салып араластырамыз. Егер де сіздер үйдің ірімшігін қолданатын болсаңыздар, блендермен өткізген дұрыс болады. Міне біздің нанымыз көтерілді. Енді үстел үстіне ұнымызды сеуіп, осы нанымызды бірдей 12 бөлікке бөлеміз. Пергамент қағазда төселген я сұйық май жағылған формамызға осылай нанымызды дөңгелетіп салып шығамыз. Аралары ашық болу қажет. Наным себебі әлі тұрып көтеріледі. Осындай ватрушканың формаларын жасаймыз. Ватрушкамыздың ішіне 1 ас қасық ірімшіктен салып шығамыз. Ватрушкамыз әдемі қызыл болып пісу үшін жұмыртқаның сарысын айналатып жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне ватрушкаларымыз дайын болды. Үлпілдеп, жұмсақ болып шықты. Видеоны қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.